абай сол үшін айтады, біреулер баланы дейді, құдайдан бала сұрайды дейді, есебі не? Артынан Құран оқысын дейді. Жақсы адам болсаң сен не, кім оқымайды сенің артынан Құран? Екі, сен өзің жасамаған істі дейді, балаң жасап береді деген әңгімені қайдан шығардың? Рас қой. Өзі көзің тіріңде атқара алмаған істі ана өсіріп отқан балаң атқарады, сенің атыңнан жасайды деген фантастика ғой. Сен өзің жасап көрмегенсің. Сен оны Құдайдың құзырында қабыл бола ма, болмай ма? Замақшари деген үлкен ғалым болған, үйленбеген. Тек артынан не жазған? Бәленше кітап қалдырған. Сол Замақшари деген, неге үйленіп былай бала шағалы болмайсың деп. Оны не қыламын деп айтады. Ұрпағың саған дұға жасайды ғой деп айтады. Айтады, ұрпағымның қалай болатынын сен қайдан білесің? Жақсы бола ма, жаман бола ма, сен оны қайдан білесің? Мен одан да кітап жазайын. Жазған кітаптарымның маған пайдасы точно тиеді, оған күмәнім жоқ. Және олар кітаптарым маған қарсы шықпайды. Менің мазамды алмайды. Балам өскеннен кейін мені бағына ма, бағынбай ма, ол тағы екінші үлкен бір не. Сондықтан бала шағаны қарай бағу керек, дұрыс, Құдайдың міндеті, шариғаттың міндеті, бірақ өзіңіз жайында не қылмаңыз? Ұмытпаңыз. Себебі өзіңіз үшін жақсылық жасауды сіз бастайсыз. Өзіңіз бастайсыз, өзіңізге керек нәрсе. Сондықтан ақылды кісі қазірден бастап өзінің ақыретте, біз қайда баратынымызды білеміз ғой шамамен. Кейбір адамдар ойлайды, шіркін бір өліп бір құтылсақ деп. Как будто ол жақта бір санаторий күтіп отқан сияқты. Санаторий күту үшін ояқта не істеу керек? Оған дұрыс амал, іс-әрекет жасап кету керек.